Наурыз көктемгі күн мен түннің теңелетін күні. Бұл күні жер шары алаңдарын қоспағанда бүкіл жер бетінде күн мен түн теңеседі. 11 ғасырдың өзінде ұлы ғалым әрі ақын Омар Хайям жұлдыздар мен шоқжұлдыздардың толық циклды аяқтағаннан кейін өзінің бастапқы жүру нүктесіне келіп, жаңа жолда шеңберді қайта бастайтынын байқаған. Бұл бақылаудың негізінде Хайям сол кезде билік еткен Жалал ад-Дин Мәлік Шах ибн әл-Арслан Селжүктің құрметіне Мәлік күнтізбесі деп аталған. Онда жаңа циклдің басталуы 22 наурызға көктемгі күн мен түннің теңелетінін күніне түседі. Бұл күнтізбе қазір пайдаланып жүрген күнтізбеге қарағанда әлдеқайда дәлірек болды. Өйткені 365 күн бар күнтізбеге қарағанда жылына 324 жыл күнді құрайтын Мәлік астрономиялық күнтізбесіндегі қателік 0,02 күн және одан кем.